сол тәріп бізде жаңа не дедік? Жуан әріп дедік. Жуан болғанда истегля не бар бойында? Сафир бар, сұқры бар, хамс, алс деген кезде истегля жуандығы бар, рахуа ол дыбысы жалғасып кете береді. Енді на со көбінесе оққан кезде біз не істейміз? На соро қате. Міндетті түрде айнамен жұмыс жасау керек бетес. На соро. Егер сіз ерін жиналса, соро деп кетсе, ол қате. Қалай жұмыс жасайсыз? На са. Бірінші жиыншік әріп айтып көреміз. Қараңыз. Са. Со. Са. Со. Дәл солай ерін тұру керек. Мысалы қараңыз. Та. То. Тұру ерін. То деген қате болады. Мысалы, ха. Хо. Еріне қалай бар, солай тұр. Насоро. Сіз оқыңыз? Жоқ, май қызым, сіз оқыңыз. Насоро. Не істеп жатыр? Ерін уже алға керекте. Насоро деп. Жоқ. Бірдей. Егеу бар жұмыс жасайсыз айнамен. Насоро. Машалла. Сіз дәл сол сөзді. Насоро. Осылай жұмыс жасайсыз. Қане апа? Насоро. Вот, жақсы. Насоро. Осылай. Насоро. Сізді көрейік. Қызғалай дейді. Насоро. Жақсы ғой. Насоро. Жақпен шығыз. Қараңыз. Наса. Насо. Осылай. Дәлсі. Насо. Вот так жұмыс жасайсыз. Сәсо. Машалла. Хахо. Тәлто. Насоро. Соро. Ерін жинап қалды әдемі да? Насоро. Ол қате. Насоро. Қара. Наса. Насо. Осылай ерін жинамыз. Қалай ана әріпті айттық, жіңішкеде дәл жуанды айтамыз. Насоро. Так, ары қарай. Қособа. Енді бастаңыз. Қособа. Жоқ, дұрыс. Хотя бы солай. Сіз енді, сіз вообще қорқып қалғансың. Ашпаймын вообще.